Ассалаумағалейкум, ақпардың бүгінгі айтары. Қытай Қазақстанға миллиардтаған қаржысын құймақшы. Бейжіңге президенттің өзі барып, қандай компаниялармен келісіп қайтты. Қытай неге Қазақстан нарығына қызығып отыр? Аспан асты елмен жасалған келісімнің экономикаға пайдасы бола ма? Қытай елі келер жылды қазақ туризм жылы деп жариялапты. Мұның қандай саяси астары бар? Осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Дамығысы келетін ел үшін көрпесін жамылып, сен тимесең мен тиме деп жатуға болмайды. Әр отбасыға кіріс түсіп тұратын секілді Қазақстанның қазынасы да толтырылып отыруға қажет. Ол үшін көрші елдермен сәлеміміз түзу болу керек. Алыс-беріс жақсы болуы тиіс. Қытай бұл ең әуелі біздің Құдай қосқан көршіміз. Талай жылдан бері экономикалық серіктеспіз. Қытай мемлекеті біздің елге ең ірі инвестиция құятын 5 елдің бірі. Әзірге басқасын ысырып, осы бағытқа тоқталайық. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы биылғы 8 айда 19 миллиард долларға жетті. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 22,6%-ға көп. Қытай мемлекеті Қазақстан экономикасына миллиардтар құйып отырған ірі инвестор. Әлемдік нарықты Қытай тауары қалай жаулап жатқанын жақсы білетін шығарсыздар. Қазір кез келген ел осы мемлекетпен жұмыс істегісі келеді. Алайда аспан асты елі Қазақстан бұрынғы серіктесі болғандықтан сенім артады, әрі бізбен жұмыс істегісі келеді. Пандемиядан кейін біраз елдің экономикасы тұрып қалды. Тоқаев та осы ұрымтал сәтті пайдаланып көрші елдерді шаралап жүр. Күні кеше Қытайға барып, 9 мемлекеттің деңгейіндегі келісім шартқа 20-ға жуық бизнес келісім шартқа қол жеткізді. Осы келісу арқылы Қытай 16,5 миллиард долларын Қазақстанға құятын болды. Қазіргі сауда-саттық көлемі 21 миллиард болса, бұл келісім статистиканы өзгертеді деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биылдыққа Қытайға жасаған екінші сапары. Бұл іс сапар аясында бірталай істің басын қайырды. Ең әуелі екі елдің басшылары кездесті, одан кейін президент аспан асты елінде дүркіреп тұрған бизнесмендермен кезікті. Сонымен қандай келісім жасалды, одан бізге пайда бар ма? Осы арқылы Қытай экономикасы биыл 5%-ға өсуі мүмкін, ал Азия тынық мұхиты елдерінің экономикалық өсімі 4,6%-ға жетпек. Халықаралық валюта қоры осындай болжам жасап отыр. Тоқаевтың сапар аясында сауда, мұнай-газ, энергетика, қаржы, машина жасау, электрондық технология жайы талқыланып, мемлекет аралық құжатқа қол қойылды. Қазақстан мен Қытай Транскаспий көлік бағдарын бірге дамытпақшы. Оның басты жолы Аягөз бен Ташкентке дейін темір жол салынады. Көрші елдің ең ірі логистикалық компаниясы елге кіріп, орталық Азияда бас кеңсесін ашпақ. Жоғарыда айтқан 16 миллиард доллар қайда кетеді десеңіз, 10 миллиардқа жуығы Қазмұнайгаз компаниясының еншісінде. Ең ірісі полиэтилен өндірісі. Инвестицияның 7,7 миллиард доллары осы зауытқа құйылады. Келер жылы Атырау маңында үлкен өндіріс орны ашылмақшы. Табысты бөлуге келсек, басым көпшілігі Қытайға кетеді деп ойламаңыз. 30% Sinopec компаниясына, қалған 30% Сибур, 40% Қазмұнайгаз еншісінде. Sinopec әлемдегі үштікке кіретін ең үлкен компания. 800 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтып отыр. Қытай мұнайының 60%-дан астамын өңдейтін үлкен өндіріс осы. Одан бөлек Қытай тарапы пластикалық бөтелкелер шығаратын зауыт ашуға ниетті. Және синтетикалық жіп шығару туралы да келісу болды. Бұл өте нәзік киімдерді тігуге арналған жұқа тауар. Екі ел тауарды екі бағытпен тасымалдайды. Бірі жер үстімен, екіншісі Транскаспий арқылы. Алдағы уақытта Каспий арқылы тасымалданатын контейнерлардың саны 500 мыңға артады. Және Қытайдың ең ірі логистикалық операторлары біздің нарыққа келеді. Орталық Азиядағы ең үлкен кеңсесі Қазақстанда болады. Бұл электрондық сауданы дамытуға мүмкіндік береді дейді. Қазірдің өзінде Қытайдың сайттарынан тапсырыс беріп, елге үстеме бағамен сатып жүргендердің барын білесіздер. Бұл жоба осындай делдалдарды құртады дейді. Арада келісілген жобалардың іске асуы үшін екі ел басшылары жиі жолығып тұрмақ. Қасым-Жомарт Тоқаев іс-сапар аясында Қытайда өткен бір белдеу бір жол халықаралық ынтымақтастық форумына қатысып үлгерді. Айтпақшы, келер жылды Қытай мемлекеті қазақ туризм жылы деп жариялапты. Осы орайда көрші елден келетін туристердің ағыны да көбейеді деген сөз. Тетігін таба білген кәсіпкерге бұл да бір кіріс көзі. Ақпарда айтарымыз осы болды ағайын. Бай қуатты болайық.